Үшінші сұрақ, бізде шығарманың басты кейіпкерлері кім? Олардың бейнесі сипатта. Шығарманың басты кейіпкерлері біздің қазақтың ұлт зиялылары ең алғашқы. Және Қаныш Сәтбаев Имантайұлы, қазақтың менмен деген академиктері, сол кездегі сол қиын қыстау кезеңнің өзінде сондай деңгейге, сондай білімге жетіп, сондай үлкен істерді атқарған жас буындар, сол кездегі қазақтың білімге деген құштарлығы, қазақтың зейіні, қазақтың талпынысы балаларының. Бірақ та сол талпынысты көрген ол басшылықтар біздің зиялыларымызды жоғарғы деңгейге жеткізбей отырды. Сол қалыпта көтеріліп келе жатқан жерден аяғынан шалды десек те болады. Бір жағынан сол кездегі қоғамның үрдісі сондай болды. Мысалға, қоғам қандай, но қаншалықты білім болсаң да жалғыз өзің, бірақ қоғамың қандай деңгейде, сондай деңгеймен жүресің дегендей ойға келтірілді. Мысалға алатын болсақ, олардың бейнесі қандай? Олардың бейнесін Қаныш Сәтбаев арқылы бейнелеуге болады. Қаныш Сәтбаев, жалғыз Қаныш Сәтбаевтың өзі сондай ерен еңбек еткен жағдайда біздің қалған тарихта жазылмай кеткен, тарихта зерттелмей кеткен қаншама ұлт зиялыларымыздың еңбектері тола жатыр деген сөз. Сонда біздің сондай ата-бабамыздың барына, ата-бабамыздың сондай қызмет істегенін өз көзімізбен көре аламыз. Қазіргі таңда бізде барлық нәрсе бар. Менің ойымша барлық нәрсе бар, бірақ тура сол кездегідей халық үшін, ел үшін, жер үшін жұмыс жасайтын азаматтар өте аз деп білемін. Мысалға алатын болсақ, Қаныш Сәтбаевтың жалғыз өзі жезқазған мыс комбинатын жарыққа шығарды. Ол Қаныш Сәтбаев КСРО жоғарғы кеңесінің депутаттары болды. Ол КСРО жоғарғы кеңесінің депутаттары болу қазақ халқы үшін, күллі шығыс халқы үшін марапат болды. Ол сол кезде күллі шығыстан бір жалғыз депутат сол қазақ халқының баласы болды. Солай Қаныш Сәтбаев өзі ұлы отан соғысында да зор үлес қосты, өзінің ерен еңбегі еленді десек те болады. Бірақ сөйтіп ұлтшылдық идеологиясы басылғаннан кейін тағы да ең соңынан түтеп келген кезде басшылықтар Қаныштың өзіне тап бас салды. Неге десек, соңғы кездергі жиналыстарында, соңғы кездегі съездерде, отырыстарда Қаныштың әңгімелері, Қаныштың жезқазған комбинатына неше түрлі айтылмай қалған сырлары туралы құйтыртпа әңгімелер қозғала бастады. Өте дөрекі, кейбір кезде өте дөрекі де қарала бастады. Солай үлкен жетістікке жетіп жүрген Қаныш Сәтбаевты, үлкен жарғыда тұрып сөйлейтін Қаныш Сәтбаевты төменгі деңгейге бірақ құлату себептері неше түрлі сылтаулар арқылы Қаныш Сәтбаевты тергеді, барлық сылтауларын айтты, бірақ Қаныш Сәтбаев оның ешқайсысына келіскен жоқ. Мысалға алатын болсақ, Қаныш Сәтбаевқа айтқан сылтаулары: сен ұлтшылдық, сенің жаныңдағы академиктердің бәрі қазақтар, сен неге өзіңнің қазақтарыңды ғана көтермелеп жүрсің дегендей. Сөйтіп жүріп, соңғы отырыстарға Қаныш Сәтбаев барғанның өзінде де барлығы жұлмалап тисе бергендіктен, соңғы съездердің бірінде сол қазақ КСР академиясының басшысы болудан, президент болудан құлатуды ұсынды. Бірақ академиктер бас тартпаса, заңның күші енбейтінін білді бұлар. Сөйтіп соңғы отырысында Қаныш Сәтбаевтың до того жұлмалап жібергендіктен қысымы көтеріліп,
ауруханаға түседі. Бірақ ауруханада жатса да жоғарғы кеңес басшылары бірінен кейін бірі хатшы жіберіп, осылай да осылай сіз президенттен орныңыздан тұрсаңыз деген ойлары болды. бірақ Қаныш Сәтпаевтың сонша жыл ерең еңбек етіп, 30 жыл Жезқазған мыс комбинатында еңбек етіп, қален сұрауға шамалары жетпей, хатшы жіберіп, жұмыстан орнынан таюын, өз еркімен арыз жазуын талап етіп, сондай дәрежеге жеткен. Сонда таза шындық, таза бет-бейне академиктің көз жасын сол кезде көрдім делінген екен. Менің ойыма да сол кезде, менің көзіме де сол Қаныш Сәтпаевтың бейнесі елестегендей болды. Сөйтіп Қаныш Сәтпаев соңында бұл әңгімеден де жалығып шыққысы келіп, өз еркімен арыз жазып, солай президенттіктен бас тартады. Сөйтіп Алматыдан онда Қаныш Сәтпаевты да ұлтшыл деп қабылдамақшы болады. Солай, бірақ Қаныш Сәтпаевтың өзінің қол астында жұмыс істейтін академиктер, көз ашық көкірек ояу, оларды Россияға жібермекші болады. Сөйтіп әйел екеуі, Тания екеуін Россияға жібереді. Мінекей бас кейіпкерлердің бет бейнесі және де ерен еңбегі осы деп білемін. Шығармада қандай салт дәстүрлер, рәсімдер сипатталды? Салт дәстүрлер кішіге ізет, құрмет, сол кездегі, бұрынғы кездегі жерлеу рәсімдері, бала тәрбиесі туралы, сол кездегі қазақтардың бір-бірімен алауыздық тудыруы және де сондай суреттелген. Осы шығарманы оқып шыққан соң сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Танымдық тұрғыдан мен Қаныш Сәтпаевтың ерен еңбегін түсіндім. Қаныш Сәтпаевтың қазақ халқына тигізген зор үлесін, сондай білімді азамат болғандығын, және де мен түйген ойым, бұл шығармадағы басты кейіпкер Қаныш Сәтпаев болса, басқа тарихшылардың басқа кейіпкерлері, сонда да мысалға Қаныш Сәтпаевтың ерен еңбегі, үлкен ерен еңбегі биік дәрежеге жеткенін көрген боламын. Ал ойлап қарасам, біздің ұлт зиялыларымыздың әрқайсысында да сондай ерен еңбектері жиналған томдар бар шығар. Солар сондай білімді, сондай халқымыздың көнеден келе жатқан зиялыларымыздың, ата-бабаларымыздың сондай білімді азамат болғанын ой түйіп отырмын. Өзіңізге ұнаған сюжеттен 200-ін мәнерлеп оқып беріңіз. Маған ұнаған сюжеттегі басты кітап оқу кезінде қандай көңілде сезімде болдыңыз? Мен ойладым, неге қазақ халқының ұлт зиялылары, ақын жазушылары, журналистер неге бірігіп жұмыс атқармады? Бірігіп те жұмыс атқарған болатын шығар, бірақ та көбінесе шығармада қазақтардың таза айқын көрінісі бір-бірінің аяғынан кері тартпа мінездері әсерленген болатын. Бұл кітапты достарыңызға жақындарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Мен бұл кітапты жақындарыма өзіміздің ұлт зиялыларымыздың қандай ерен еңбектері бар екенін, сондай қандай қызмет атқарғандықтарын, қандай елге қандай зор үлес қосқандықтарын
оқып білу үшін ұсынар едім. Шығарма авторы туралы білесіз бе? Шығарма авторы туралы білемін. Шығарма авторы Қабдеш Жұмаділов. Қабдеш Жұмаділов 25 апрель 1936 жылы дүниеге келген. Совет үкіметінің қазақ жазушылары, поэт, редактор, қазақ СССР лауреаты, және де сонымен қатар бұл кітаптың маған ұнаған нақты қорытындысы біз үшін ерен еткен алаш ұлт зиялыларының еңбегін қазіргі таңда оқып біліп жетілдіріп, сол деңгейді жоғары көтеріліп, ұлт зиялыларымыз жасалмаған нәрсені ұлт зиялыларымыз құралмаған қоғамды біз құруымыз керек. Назарларыңызға рахмет.